Сіз білесіз бе, әлемдегі ең ұзын шаңғы 534 метр. Тіпті шаңғышылар оны сынап та үлгерген. Жалпы шаңғы спорты ең денсаулыққа пайдалы спорт түрлерінің қатарында. Себебі бұлшықеттердің барлығы жұмыс істейді. Шаңғы спорты жүгіруге қарағанда сүйек бұлшықет жүйесіне оң әсер етеді. Денеге түсірілген физикалық салмақтың қарқындылығы мен көлемін бақылап, қадағалауға болады. Сол себепті де шаңғымен айналысу жасқа, жынысқа, физикалық дайындыққа байланысты емес. Арина, привет. Арина, сәлем. Мен бұған дейін шаңғы теуіп көрмеппін. Бүгін сен маған оны үйретесің ғой. Неден бастаймыз? Қалай қозғалған дұрыс? Мы с вами начнем классика. Үйренуді классикадан бастаған жөн. Қазір біз даблполинг қимылын үйренеміз. Даблполингте тек қана қолымыз жұмыс істейді, аяғымызды қозғалтпаймыз. Дұрыс па? Иә, яғни бұл қадамсыз қимыл деп аталады. Тек қолымыз ғана жұмыс істейді ме? Иә, осы қимылды жасау үшін қолға арналған жаттығуларды жасаймыз. Шаңғы спортына баланы 9 жастан беруге болады. Бұл спорт түрінің гимнастика мен мәнерлеп сырғанаудан айырмашылығы жас талғамауы. У нас же, получается, зимой в основном лыжные тренировки. Қыста негізінен шаңғы теуіпмен айналысамыз. Жазда роллерлі шаңғы теуіп, жүгіру, жүзу, ұзындыққа секіру, теннис сияқты спорттың түрлерімен шұғылданамыз. Шаңғы спортына баланы 9 жастан беруге болады. Бұл спорт түрінің гимнастика мен мәнерлеп сырғанаудан айырмашылығы жас талғамауы. Балаңызды 15 жасында берсеңіз де бірқатар жетістікке жетуі мүмкін. Шаңғы спортының пайдасын жаттықтырушы Ерасыл Тасболатов айтып берді. Балаларды далада көп жүреді, жебеді. Бұл қазіргі заманға байланысты иммунитеті мықты болады балалардың. Балалар келген кезде, егерде бала кішкене салмағы артық болса, немесе салмағы төмен болса, шаңғы тебу ол баланы өзінің нормасына әкеледі. Егерде бала шаңғымен айналысып, келешекте басқа спорт түріне көрсе, ол өте басқа балалардың көрі бір басып жоғары болады. Шаңғы тебуден көбінесе кісілер ойлайды, ол егерде бала бой аласа болса, жарамай қалады, немесе бой биік болса, жарамайды. Жоқ, қандай бала болса да келе береді. Арина, сенің ойынша не себептен балалар шаңғы спортымен айналысуы керек? Сейчас очень много детей. Себебі қазір балалар аязды күні көшеге шықса бірден тоңып қалады. Қыңқылдап, қыңырлана бастайды. Ал шаңғымен айналыссаң, бойың суыққа үйреніп шынығасың. Керісінше аязды ауа райын ұната бастайсың. Менің түсінгенім, егер бала кезден осы спортпен айналыспасам, қазір мен мүлдем басқа адам болар едім. Астанада енді көп есе жаурайсың ғой енді. Специально спортқа бағам ғой. Шаңғыма ұнады. Рекордтар қойын келеді, мировой шаңғыда. Қызықты болып, мамамға айтам, не істегенімізді, қандай тренировка болғанын, қандай скороспен жүргенді. Сол маған ұнайды скороспен жүргенде. Бір ай болды қатысып атқанымызға. Балалар өзі сүйсініп қатысып, ботанический садтың ішінде жүріп, ары бері жүреміз, сондай таңғысына обязательно жүреміз, ерте тұрып жүреміз. Қызығып көрді, мама мен қатысам осыған, лыжаға қатысам деді. Соңғы өзі ютубтан көрді, прям адреналин көрді, лыжаның кереметтігін көріп, қатты суық қой деп айтасың ғой, жоқ деп суыққа да, боранға да қарамай қатысам деп келіп тұрады. Спорт мектебінде балаларға шаңғы арнайы аяқ киім және таяқ тегін беріледі. Шаңғыны баланың салмағы мен бойын ескере отырып таңдайды. Балаңыз шаңғымен кәсіби түрде айналыссын десеңіз, қымбат кәсіби құрал жабдықтар алғаныңыз дұрыс. Ал денсаулығы үшін айналысса, онда құрал жабдықтар қолжетімді бағамен сатылады. Шаңғы спортының артықшылықтарына қарамастан кемшіліктер де бар. Тек бір маусымда, яғни қыста ғана жаттығуға болатындығы. Сонымен қатар жаттығу кезінде дұрыс киінбегендіктен бронхитпен ауру қаупі бар. Не нужно одевать ребенка слишком тепло. Баланы тым қалың киіндірудің қажеті жоқ. Егер балаң қалың жемпір шалбар киіп алып шаңғы тепсе, 10 минут өткен соң терлеп киімдері су болады. Қалың киім ылғалды өзіне сіңіретіндіктен балаға суық тиіп ауырып қалады. Сондықтан шаңғымен жаттығуға синтетикалық іш киім мен жылулығы орташа сырт киім киген жөн.
Баланың шаңғымен айналысуының өзі жетістік. Өйткені кәсіби спортқа бет бұрмаса да, бойында жиналған машық болашақта денсаулығына оң әсер ететіні сөзсіз.